шотымызда $8,000 бар. 10 мыңға жаймен жақындап келе жатырмыз, көріп тұрғандарындай. Так, кірсек трейдингімізге. 1 минуттық таймфреймде тұр. 1 минуттық уақытта тұр. Сделка ашу уақытымыз және де сумма бізде $200 дәл қазіргі уақытта болып тұр. Давайте қарайық, қандай ситуация бізде шығып жатыр. Именно қазіргі біздің аудикат валютная парасында отасы бізде мынақта лонговая модель шықты. И бағаның жоғары қарай негізі баруы тоже мүмкін менің ойымша, но подтверждение күткеніміз бізде дұрыс болады, себебі бізде баға біраз уақыт жоғары қарай өскен. Және де бұл тек қана жоғары қарай өсіп кете бермейді да, короче, қайту керек та. Сондықтан да қазір біз ашсақ, именно біз ашқан кезде төменге қарай кетіп қалып, ұрады да бізді, короче. Сондай ұрынған жағдайға түспеу үшін просто күтеміз да. Кішкене сабырлық таныту біраз бәленің алдын алады, поверьте мне, пожалуйста. Асығып шешім қабылдағаннан лучше асықпай шешім қабылдаған қайда абзалырақ та. Вот. Так, бізде давайте жоғары деп сонда ашып көргім келіп тұр. Артым қышып бара жатыр. В целом бізде свеча қызыл болып жабылды, өздерің көріп тұрғандай. Бұл бізде свечаның қызыл болып жабылуы, именно нарықта бізде закрепление болып жабылуы негізі ары қарай бағаның төменге қарай түсетінінің көрсеткіші еді. Бірақ сонда бізде қазір мынау свеча сәл төменге қарай түсіп, осы қазіргі свечаның ликвидностьін шешіп, жоғары қарай кеткенімен қалап тұрмын, короче. Вот. Жоғарғы деп сделкам сол үшін аштым. Көреміз. Көріп тұрғандарындай жоғары қарай кетіп бара жатыр. И қазір бізде осы $200-дан $200 ақшамыздан біздің $184 таза пайда табатын боламыз. 24 секунд қалды. Көріп тұрғандарындай асықпай жаңаның, то есть осы біздің қызыл свечамыздың жабылғанын күтіп, и уже келесі, яғни сделкамды, шешімді мен асықпай қабылдап, короче, жаңа свеча ашылған кезде сделкамды ашып жібере салдым да, короче. Астың жақтағы біздің ликвидность шешілгеннен кейін да. Вот. Өздерің білетіндей баға ликвидность шешкеннен кейін жоғары қарай біраз жүреді. Вот. И бізде қазір плюс болып сделкамыз жабылды. И уже біз қазір $184+ істедік. И байқап тұрғандардай бағанағы біздің міне шешілген ликвидностьті көріп тұрсыңдар. И қазір бізде $8,184 шотымызда бар. Так, евро-USD отасы валютная парасы. Нарақта бізде разрыв бар. Осы разрывке қарай келіп қалуы негізі керек. Бірақ баға төменге қарай түседі деп, то есть шартовая модель беріп тұр. Төмен деп ашып көрсек те болатын еді, но бірақ бізде уже нарақта астың жақтағы целімізді орындап қойдық. И в целом жоғары қарай, яғни разворот возможно болып қалатын секілді. Көрейік, күтейік. Бізде баға біраз құлап жатыр. Жоғары жақтарда ликвидностьтар қалып кеткен. Бағаны оны шешпеген. Хотя былай шешкен кезінде мен мог бы это понять. Но такого не было. Көреміз. Нарықтағы қазір біздің минимумге қарай қайтадан түсу керек. Да? Нарықтағы гептің ішінен төмендеп сделка ашып көрейікші. Давайте. 1-2 сделка ашып көрейік. Потому что более или менее уверен болып тұрмын да. Егер де осы жерге келіп қалатын болса, бізде әдемі төменге қарай кету шансымыз бар. ББТ бойынша біздің бағаның целі өздерің көріп тұрғанда нарықтағы минимумда. Осы жақтағы минимумға қарай баға бару керек. Так, тоқта, стоп. Бізде нарықта rejection блок бар, который бізде ликвидностьпен жұмыс жасаған. Бірақ баға өздерің көріп тұрғандай ол жерде әлі тест болған жоқ. Сондықтан да солай. Так, өсіп жатыр баға. Қазір бізде келді, әдемі келді. Біздің мынау разрывке. И ол жерден енді қандай реакция алады екен? Реакция вообще алам екен? Наяқтарда бізде разрыв бар. И қараңдар, наяқтарда бізде тоже разрыв бар. Кстати, мен бағана осы бірінші разрывты айттым да. Но бірақ лимиткі мына жаққа ғана қойған екенмін да. Ну хорошо. Бірақ бізде в целом осы разрывты толыққанды қазір перебить етіп, именно осыны толтырды, толыққанды ше. И уже баға төменге қарай түсе берсе болады. Так, по свечам бізде бағаның жоғары қарай баратынын көріп тұрмыз. Бір сделка ашсау керек пе деп ойлап қалдым, но ничего страшного. Бывает. Әлі бізде 16 секундтай бар. Нарықтағы ликвидностьпен бізде жұмыс болды дәл қазір. И осының арқасында агрессивный төменге қарай кетіп бізді плюске жіберсе, арманым жоқ еді. Но такого не будет. Ну ничего страшного. Рынокта жаңа ситуация пайда болады. Сондықтан да молча, короче, сумманы кесіреміз и дайындаламыз да сделка ашуға. Болып тұрады ондай ситуациялар, конечно же. Жадность қой. Жадный болдым.
$200 короче көптеу ақша табамын деп ақыр соңында енді минус ұстап қалдым. Ничего, бывает. Так, бізде разворот қалыптасып келе жатыр. Жаңа свеча ашылған кезде, жоғары қарай кеткен кезде, давайте екі сделка ашып төменге жібере салайын. Біздің целіміз нарықтағы минимум, бірақ енді арада қарай баға төменге қарай кетеді деген мен үміттемін. Себеп бізде жоғары жақта бүкіл разрывтың барлығын толтыру керек, толтырдық, ликвидностьпен жұмыс жасадық, и біраз енді баға түсіп төменге қарай төменде жүру керек қой негізі, по идее, по логике вещей. Енді көреміз. Да, ол просто мен өзім қателігім, короче. Жадный болып кеттім да, короче, көп ақша тапқым келді. Ну, енді все ошибаются. Ничего страшного. И бізде баға агрессивно, прям четко ликвидность шешкеннен кейін төменге қарай реакция алып бара жатыр. Имбаланс толтырып жоғары қарай өсіп кеттік, но бізде по-любому плюс болады. Неге? Потому что бірден баға өсіп кете алмайды. Себебі бізде жоғары жақта цель жоқ, мүлдем отсутствует. Да, опасно болды бірақ, ойындау керек. Но по-любому именно осы қозғалыстан бізде бағаның жоғары қарай кетуі, rejection block тест болмауы, бұл просто баға үшін манипуляция. Яғни мен нарықта, короче, жалпы бағаны төменге қарай түсетінін нақтырақ білдім. Неге? Потому что мынау қозғалыстың өзі просто бұл өтірік қозғалыста. И именно осы қозғалыстың астыңғы жағында қараңдар, бізде ликвидность көп. Яғни нарықта бізде ликвидность бар, нарықта бізде ликвидность бар. Осылардың барлығы баға үшін чем жоғары жақтағы ликвидностьтен қарағанда қайда маңыздырақ. Бізде нарықтағы хорошо разрыв бізде толтырылып, нарықтағы ликвидность шешілгеннен кейін мен уже білдім да. Бағаға жоғары кетуге смысл жоқ, потому что бізде астыңғы жақта одан более значимая ликвидность бар. Яғни просто нарықтан өзінен жоғары қарай кетіп қойғанның өзі бұл бізде ликвидность. Неге? Потому что бізде адамдар ойлайды да, как бы просто баға өзінен өзі кетіп қалды, бұл осының астында бізде уровень поддержки бар, жоғары қарай кетеді деп ойлайды да, и потом именно баға жоғары кетпей осы жерде міндетті түрде тесіп өтеді, короче. Вот, осы нәрсені түсіну керек та. И көріп тұрғандарды ликвидностьке бір кеп шештік та, короче. Вот. Менің уверенный болу бірден бір себептерім осы. Енді кішігірім волатильность өзінің әсерін берді, но көріп тұрғандарында по-любому плюстан атып плюс өзіміздің результатымызды алдық. И бізде қазір $8520 бар. В целом бізде 8000 бастағанымыз сендерге де белгілі. И енді қазір сонда бізде $520 таза пайда тапқан екенбіз. Ашқан сделкаларымызды қарасаңдар, бізде $200 2 сделка, $400 2 сделка. Яғни типа догон болды да, короче. Вот. И в целом $520 табыс бүгінге негізі өте жақсы результат деп ойлаймын. В целом былай профильдің ішінен көрсетейін торговый. И осы жерден, короче, қазір есептей салу бізге оңай болады. Так, біздің прибыліміз торговый $520 көріп тұрғандарындай. И бұл бізде 241.125 теңге. Таза пайда қазіргі біздің істеген саудамызда. Қазір бізде видеоны жүріп атқанына примерно 8 минут болды. Сонда біз 8 минуттың ішінде 241 мың теңге жасап тастаған екенбіз. Өте керемет результат. Конечно, опасно болды. Өзімнің қателігім, банальный қателігім болды. Немножко ақша қалап, яғни пожадничать етіп $400 жоғалтып алдым. Ну енді кто не ошибается, да? Самое главное қателік түзеу, жайды дұрыс шешім қабылдай білу. Осы нәрсені үйренуге тырысатын болсаңдар, жетістік сендерді рано или поздно өздері ақ тауып алады. Вот, осы нәрсені ескеру керек. Бүгінгі саудамыз аяқталды. Сауда видеосын, трейдингтің видеосын көріп жатқан, қолдап жатқан барша адамдарға рахметімді, алғысымды айтамын. Осындай әр видеоны жібермей көріп отыратын болсаңдар, қалай торговля жасау керектігін, қалай трейдинг істеу керектігін жаймен үйренетін боласыңдар. Берекелі білім болсын. Сіздермен бірге болған Fast Money Forex әлі де жүздесетін боламыз. Сау болыңдар.